Даниал Сапенов, Алишер Сүлейменов. Осындай қиын және күрделі позицияда Алишер Сүлейменов қателесті. Ат B8. Жаңа ғана 0.84 болды, енді 1.82. Тура А D1, H6, ат B5, ат D7, уәзір C3. Үшінші және алтыншы қатардың ауыр фигуралар үшін қаншалықты маңызды екенін сіздер жақсы білесіздер. Тура E8, уәзір A3, мына D6-дағы сарбазға шабуыл жасау, піл E4, C5. Бірден қарсыластың қорғанысын бұзып өтуге тырысады. Ат F6, ат D6, бұл енді 8 аяқ ат, білесіздер, алдық және піл D5. Піл B5, екі піліміз бар, өтетін сарбазымыз бар, болашаққа нық сеніммен қараймыз. Тура E6, піл C5, әрине бұл сарбазды беруге болмайды. Піл B7, піл C4, бұлай және D7 қомағалар қатарына кірдік. Ат D7 және піл F7. Бұл қызықтыру әдісі, қарсыласты мәжбүрлейміз бұны алуға. Патша F7, уәзір B3, қос соққы. Мына жерге шабуыл жасаймыз және мына жерге шабуыл. Патша G6 алдық және ат C5. Енді амал жоқ, мына D7-дегі атты қорғайтын ешкім жоқ, сол себепті амалсыз бұлай. Уәзір B1 шах, аралық шах деген қасиет, соңын бұлай, соңын тура D8 алдық. Қалғанда ясақ қызық емес, өткені ақтардың басымдығы өте үлкен. Бірден мына тураның белсенділігін арттыру керек. Бұлай A2 шах, алдық, бұлай H4 алдық, B6 шах, байладық, D1, G3, бұлай. Енді қарсыластың фигуралардың санын азайту керек. H5, D3, B1, B7, B5 алдық. Әрине, мына атпен мына тура бір уәзірге қарсы тұра алмайды, өткен мына сарбаз бар өткен. D7, E6, A5 шах, осымен ойын аяқталды. Айтқанындай, уәзір әрине өте мықты. Егер де барлығы бір қанатта осы патша қанатында жүзеге асырылатын болса, онда әрине қаралардың жағдайы жақсы болар еді. Бірақ екі қанат мынау бар тағы да,